Сонымен бізде А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 кубы берілген. Бұл кубтың қыры 1 сантиметрге тең. Осы кубтағы А1, С1 түзу мен Б нүктесінің арақашықтығын табуымыз керек. Ол үшін біз бұл жердегі А1, Б, С1 үшбұрышын қарастырайық. Бұл үшбұрыш бізде тең қабырғалы үшбұрыш болып табылады. Неге? Өйткені бұл үшбұрыштың үш қабырғасы да бір-біріне тең болатын квадраттардың диагональдары болып табылады. А1Б, БС1, А1С кубтың жақтарының диагональдары. Сәйкесінше олар бір-біріне тең. Б нүктесінен А1, С1 түзуіне дейінгі арақашықтық табу үшін біз осы Б нүктесінен А1, С1 түзуіне БЕ перпендикулярын түсіреміз. Тең қабырғалы үшбұрыштың БЕ биіктігі болып табылады. Сонымен қатар Е нүктесі А1, С1 қабырғасының тура ортасы, яғни БЕ тек биіктік қана емес, сонымен қатар медиана да болып табылады. Үшбұрыштың қабырғасы А1, С1 бір көбейтілген турасында 2, немесе былайша турасында 2 сантиметрге тең. Кубтың қабырғасын 1-ді турасында 2-ге көбейту арқылы шығады. Қабырғасы турасында 2 сантиметр болып келетін тең қабырғалы үшбұрыштың биіктігін тапсақ, бұл есеп жауабын табамыз. Ол үшін А1, Е, Б үшбұрышын, тік бұрышты үшбұрышын пайдалансақ болады. Ол үшін А1, Е, Б тік бұрышты үшбұрышын пайдалансақ болады. А1, Е турасында 2 бөлінген 2 сантиметрге тең. А1, Б турасында 2 сантиметрге тең. Онда үшбұрыш А1, Е, Б бойынша БЕ тең болады. Турасында А1, Б-ның квадратынан аламыз А1, Е-ның квадратын. Тең. А1, Б бізде турасында 2-ге тең, оның квадраты 2 болады. А1, Е бізде 2 турасында 2 бөлінген 2-ге тең. Оның квадраты 2 бөлінген 4-ге тең болады. 2-ден 1 алсақ, турасында 1,5 қалады. Немесе турасында 3 бөлінген 2 деп те жазуға болады. Сонымен есептің жауабы турасында 3 бөлінген 2 сантиметр.